махаббатпен келген. Қазір сіздердің алып отырған мынау қаламдарыңыз ол да махаббатпен келді. Және бұны сіздер әргі түп санада сіздер оны жақсы көргенсіздер. Оған Алла тағала мәселеге алғызып, сіздерге нәсіп етіп тұр. Және де мынандай қаламдар бәрі бірдей, бірақ именно осы мынау маған келіп жатыр. Мен оны тартып алдым. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз нені жақсы көреміз, соны тартып аламыз. Түсінесіздер ме? Біздегі семьямыз, дүниеге келген бала, өзімізге келген, бізге нәсіп еткен ата-ана. Негізі адамның жаны өзінің ата-анасын өзі таңдап алады екен. Жан, балалар, біз әрқайсымызды мама-папаны өздері жан өзі таңдап алады екен. Түсінесіздер ғой, сондықтан мынау дүние, осы жалған дүниедегі барлық клеткалар, тамшылар, бәрі махаббатпен жаралған. Өйткені Алла тағала өзінің асқан сүйіспеншілігімен, асқан махаббатымен жаратқан екен бізді де, біз үшін дүниені, және де бұл дүниені тепе-теңдікте жаратқан. Байқайсыздар ма? Адамды алған өзінде де оң жағы бар, сол жағы бар, көзімізде де оң жақ, сол жақ деп бөлеміз, жаңағы аяғымызда оң жақ, сол жақ. Сол сияқты өмірде күн, түн бар, суық пен ыстық бар. Сол сияқты жақсы да бар, жаман да бар. Олар міндетті түрде тепе-теңдікте болуымыз керек екен. Егер біреу көтеріліп кетсе, ол тепе-теңдікке келгенше дағдарыс болады, кризис болады екен. Бізде неге кризис болып жатыр бәр жерде? Өйткені Алла тағала бір жағына қарай алып кеткен нәрсені қайтадан тепе-теңдікке алып келіп жатыр. Өйткені біз терең материалдық өмірге беріліп кеттік. Енді оны тоқтата тұрып, бізге рухани өмірге кел деп жатыр. Сол үшін біз осы жердеміз. Көрдіңіздер ме? Енді өмірде біз жақсыны да, жаманды да қабылдауымыз керек. Мысалы, күн жақсы, жарық, күнде біз бәр шаруамызды жасаймыз, түн қараңғы, жаман деп оны қабылдамаймыз ғой. Түнде демаламыз, түнде адам сауығады, адам ұйқымен емделеді, исцеляться етеді. Мысалы, суық, ыстық дейміз. Ой, суық тоңқаламыз, тек қана ыстық болсын деп айтпаймыз ғой. Ыстықты да жақсы көреміз, қатты ыстықтап кеткенде суықты іздейміз. Сондықтан бұл өмірде біз жақсыны да, жаманды да қабылдауымыз керек. Егер біз оны жоқ, мынау жаман адам деп оған қарама-қарсы шықсақ, онымен күресе бастасақ, ауырып қалуымыз мүмкін, өз жолымызды өзіміз жауып алуымыз мүмкін, үйге сәтсіздіктер әкелуіміз мүмкін. Сондықтан, міне, бүгін сіздер бір мақсат қойдыңыздар алдыңызға, сол мақсатқа келе жатқанда әртүрлі жағдайға келеді. Қиындық болады, кедергі болады. Тез жететін жолда машиналар көп болып тұрып қаласыз, кішкене кешігіп барасыз. Кішкене кешіккен өзінде айғайлап, нервничать тұрған машинадан 10 рет шығамыз, 10 рет кіреміз машина жүргенше, немесе біреуді барып ұрып аламыз сонымен, машинасы жүрмей қойғанда. Алла тағалам оны не үшін берді деп айту керек. Неге мен осылай тоқтап тұрмын? Мүмкін мені бір жамандықтан қорғап тұрған шығар. Мүмкін менің жаңағы ниеттеп баратқан затым әлі дайын емес шығар мүмкін. Біз оның арасында неше түрлі керек емес жаңағындай қимыл іс-әрекеттер жасадық. Көрдіңіз бе? Өмірді қалай қабылдау керек? Бірде бір кісінің әкесі қатты ауырып жатты. Жүріңізші, емханаға барып, емдеңізші, көріңізші, табылсаңызшы. Соны жақсы, таңертең айттым, жақсы дедім, ол есік алдында тұрды, адам көп ол кезде. Сонан мен кешкі алдыда, бірақ сонда қаншама адамдармен ұрысып алды, бір рет кетіп қалды, өкпелеп қайт келді, жылап алды, айғайлап, мен шыға алмаймын жерден. Адамдар келіп отыр, олар таңертеңнен күткен адамдар болғаннан кейін ал енді қайда барамыз.
көзін сүрткен, менің әкем қатты ауырып жатыр, сіз неге түсінбей жатсыз? Бірге бардық. Барсақ, жаңағы мен өзім ойладым, бұл жерде адамдар көп қалай болар екен, оның жаңағы енді врачтар қалай қабылдайды екен, мен немді деп ойладым да қойдым. Барсақ, полды бәрін жуып қойған, біз барардың алдында жарты сағат бұрын бәрін обработка жасаған, жаңағысын перевязкасын жасап қойған уже. Адамның бәрі демалуға шығып кеткен, жалғыз өзі ана кісі дап-дайын болып жатыр. Бардық, ешқандай кедергісіз. Жаңа кісіні қарадым, көңілі көтеріліп, жақсы болып шығып кетті. Сонда Алла тағалам бізге тыныш уақытты тазартып, дәретін алғызып, жуындырып, дайындатып, мен келгенше ол кісіні дайындап қойған. Көрдіңіз ба? Ол үшін таңертең емес, түсте емес, кешке бару керек болған. Қараңыздаршы, сондықтан бұл өмірде сабырлық өте қажет. Көріп келдігім ашылам десеңіздер, Алланың дауысын естеймін десеңіздер, ерекше қасиетімді ашам десеңіздер, өмірдегі орынды табам десеңіз, сабырлық. Қазіргі тілмен айтқанда үйлесім, гармония, ішкі дауыс, тек қана Алланың дауысы тыныштықта естіледі. Тек қана тыныштықта. Сонан кейін сіздерге үйге тапсырма. Ашуланбауға тырысыңыздар. Өмірде бір күнде ашулансаңыздар, тоқтаңыз да ойланыңыз. Менің ашуым неге көтеріліп тұр? Оған не себеп болып тұр? Кей кезде қабағыңызды түйіп алыңыз, ашуыңыз келеді, сонан кейін кінәлі емес адамға шеті тиіп кетеді. Иә, солай ғой. Неге, мысалы, жұмыстан реніш келесіз, үйге кіресіз, ашуыңыз келіп, сонан кейін ең жақсы көретін адам, ең сенімді адам, өзіңіз қатты сенетін адам, қатты жақсы көретін адамға бүкіл ашуыңызды шығарасыз. Өйткені ол кісіге сенесіз. Ол ашуды қатты қабылдамайды өзіне, түсінеді, қабылдаса да деп, соған ашуыңызды шығарасыз. Басқаға емес, бастығыңызға да емес, жұмыскерге де емес, үйге келіп, үйдегі адамдарға шығарасыздар. Сондықтан жақындарыңызды ренжітіп алмау үшін, жақындарыңызды жақсы көру үшін, оның көңілі көтеру үшін, сіздің махаббатыңызбен ол кісінің жағдайы жасар үшін, ісі жүру үшін, шама келсе, ашуымызбен жұмыс жасау керек. Бойдағы қасиетті жүгіріп, іздеп келе жоқ. Біз ең бірінші өзімізді жақсы көру керек, өзімізді табу алу керек. Мысалы, қараңыз, жаңадан келіп отырған адамдарға айтайын. Сіз кімсіз? Мысалы, мен кіммін? Сол сұрақты тауып алуымыз керек. Біреуіміз айтамыз, мысалы, Әселмін дейді, Әлиямын дейді, Еркінмін дейді, мен Гүлдариямын. Немесе мен адаммын дейді, немесе мен осы мамандықтың иесімін, мен үйдің иесімін, мен ер адаммын, мен әйел адаммын деп айтамыз. Бірақ та біз оның ешқайсысы емеспіз. Әсел де емеспіз, Еркін де емеспіз, Әлия да емеспіз, Гүлдария емеспіз. Біз жанбыз. Бұл деген жан, біз жарықпыз, біз светпіз. Біз тек қана өмірде, мысалы, мен Гүлдарияның рөлін атқарып жүрмін, Әселдің рөлін атқарып жүрмін, Әлияның рөлін атқарып жүрмін, солай сияқты. Мынау біз денемізбен жанымызға қатты байлам қалмау керек. Егер біз қатты байлам қалсақ, онда өмірде көбінесе сәтсіздіктерге, бақытсыздықтарға ұшырайсыздар. Сондықтан не істесеңіздер де, әсіресе бір шиеленіскен шаруалар, проблема болады, бір ситуациялар болады. Сол болғанда, сіз ол проблемадан шығыңызда, сол проблема сыртынан қарап үйреніңіз. Мынандай жағдай маған не үшін болып тұр? Және де оны қалай шешуге болады? Және де болып жатқан проблемадан біреуді кінәлап емес, мен өзімнен нені білуім керек? Мүмкін маған сабыр сақтап үйрену керек па? Мүмкін қатты ақкөңіл болмау керек па?
немесе қатты қатал болмау керек па, немесе кішкене мұқият жаңағы ниетті шоғырландыра білу керек па, соны шешіп алуыңыз керек. Біреуді кінәлағанмен ол проблема шешілмейді. Мынау жақсы, мынау жаман, былай айтқанда қатты бөлуге болмайды. Мынау рухани өмір, мынау материалдық бөлу. Ол өзі өріліп, өзінің уақытымен, сәтімен бізге тән өзінің ретімен келіп алу керек. Біздің айтады ғой, не берсең де қайырымымен бер, не берсең де көтере алатын қылып бер, не берсең де берекесімен бер деп сұрап жатамыз, иә? Егер бізге өзіміздің шамамыздан артық берсе, оны көтере алмаймыз. Сондықтан Алла Тағала біледі, кімге қанша бейнет беру керек, кімге қандай дерт беру керек, кімге қандай сын беру керек. Өмірде болған нәрсенің қатесі жоқ. Алла Тағала еш уақытта қате жібермейді. Өткеннің бәрі дұрыс. Тек қана сол тәжірибе, өмірдің тәжірибесі арқылы біз рухани өсуіміз керек. Өмір тәжірибесі ең мықты сабақ. Ең мықты сабақ. Теория жүзінде аласыздар, ол ақыл. Өмір тәжірибесі ол деген рухани өмір, рухани сабақ. Және де рухани байлықтың бәрін өмірдің тәжірибесі ғана береді. Неге көп мен тәжірибе жасаймын? Осы біздің жасап жатқан тәжірибенің бәрі сіздерге қолымда болады. Бір тәжірибеден жан-жақты алуға болады, иә? Сенімділікке тәжірибемен жақсы көруді үйренеміз. Соның ішінде шыдамдылықты, сабырлықты, ойлануды, батылдықты, жігерлікті үйренеміз. Махаббат деген ол күш, ол деген қорықпау деген сөз. Қорқыныш бар жерде махаббат жоқ. Махаббат бар жерде қорқыныш жоқ. Біздің Тәңір дініндегі бабаларымызда қорқыныш болмаған. Олар өте қайратты болған, жігерлі болған, батыр болған, шешім жасау білген. Балалар 9 жасында батыр атанған. Біз сол қасиетімізді қайта қайтаруымыз керек. Біздің бәріміздің отырғанымыз сол үшін. Сол құндылықты, рухани құндылығымызды жаңғырту үшін өшерге келіп отырмыз. Қазір енді сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Содан жаңа кішкене тамақ ішкеннен кейін ұйқымыз келіп әлсіреп отырмыз. Қазір енді тағы да бір ойын ойнайық.